Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Жамбыл облысының тұрғыны зейнеткердің атына онлайн несие рәсімдеген. Несие туралы ол зейнетақысынан белгілі бір сомада төлем ұсталған соң білген. Талас аудандық полиция бөлімінен Қаратау қаласының 64 жастағы тұрғыны арызбен жүгінді, деп хабарлады Түркістан КЗ. Белгісіз ер адам егде кісінің атына 698.229 теңге сомасында алаяқтық жолмен онлайн несие рәсімдеген. Несие туралы ол зейнетақысынан белгілі бір сомада төлем ұсталған соң білген, делінген Ішкі істер министрлігінің хабарламасында. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы Қазақстан Конституциясының 190 бабының 1 бөлігі алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Анықталғандай, белгісіз адам ер адамның абоненттік нөмірін алып, банктың қосымшасына тексеруден өтіп, электронды құжаттарды пайдалана отырып, жәбірленушінің атына онлайн несие рәсімдеп, ақшасын иелеген, делінген хабарламада. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.